Сәлем достар, бүгін өте дәмді қияр мен капустаны томат согында жабамыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін 3 килограмм қызанақты жуып, тазалап, 4-ке бөліп аламыз. Видеода көрсетілгендей. Енді блендер немесе ет тартқыштың көмегіменен қызанақтарды ұсақтап аламыз. Орташа отта қайнатамыз. Шамаменен 40 минуттай. Қызанағымыз қайнап жатқанда согымыз, қалған көкөністерді дайындап аламыз. Бізге 2 бас сарымсақты, болгар бұрышын, капуста және ащы бұрыш қажет болады. Барлығын тазалап, жуып аламыз және 1 килограммдай қиярды да жуып, тазалап аламыз. Видеода көрсетілгендей. Көкөністерді тураймыз ірілеу етіп. Енді жуылған, стерилденген банкаларға көкөністерді тереміз. Ішіне салып шығамыз. Видеода көрсетілгендей. Банкаға ыстық қайнаған су құйып, 15 минутқа қоямыз. Уақыт өткен соң банкалардың суын төгіп тастаймыз. Видеода көрсетілгендей. Енді әрбір 1 литрлік банкаға 1 ас қасық тұз саламыз. Қасығымызды толтырмаймыз, ас қасық. 1 ас қасық қант қосамыз және дөңгелек қара бұрыштарды қосамыз. Видеода көрсетілгендей. Біздің соусымыз 40 минут қайнады. Енді осы томат согын, қызанақ согын банкаларымызға құямыз. Әр банкаға 1 шай қасық толтырмай уксус қосамыз. Менде 70% уксус. Банкаларымызды крышкаменен жауып тастаймыз. Жабылған банкаларды қалың көрпенің астына орап тастаймыз, өздігінен суығанша. Суған банкаларды салқын жерде ұстаймыз. Біздің дәмді қызанақ согындағы көкөністеріміз дайын. Өте дәмді болады. Қыста таптырмайтын тағам. Жасап көріңіздер, кеңес беремін. Отбасыларыңызға, қонақтарыңызға ұнайды. Егер видео ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз. Назарларыңызға рахмет.